Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай таңғы асқа өте дәмді оңай панкейктер дайындайтын боламыз. Жеңіл әрі тез дайындалатын панкейктерді менімен бірге дайындаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бір жұмыртқаға 50 грамм қант қосып, жақсылап араластырамыз. Және ертілген жылы 50 грамм сары майды салып, бұны да жақсылап араластырып аламыз. 200 грамм жылы сүт қосып, бұны да жақсылап араластырамыз. Енді ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. 200 грамм ұн қостым. Негізінен аз-аздан қосып араластырып отырасыздар. Және бір шай қасық разрыхитель қосып жібердім. Енді ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап араластырып аламыз. Қамыр дайын. Қызып тұрған табада енді пісіріп аламыз. Екі бетін қызартып, негізінен табаны майламасаңыздар да болады. Ал мен бұл жерде майлағамын. Кішкене майлап алсаңыздар да болады. Өз қалауыңыз. Дәл осылай пісіре береміз. Осы видеодағыдай бір қасықтан пісіріп ала бересіздер. Дәл осындай бетінде кішкене көбіктер мен кішкене тесіктер пайда болады. Бұл екінші бетіне ауыстыру керек деген сөз. Екінші беті бірінші бетінен қарағанда тез пісіп қалады. Дәл осы видеодағыдай жасап пісіре бересіздер. Өте оңай. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен Айкерім Болысбек. Егер де менің арнама тіркелмей көріп жатсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз және қасындағы қоңырауша белгісін басып қоюды да ұмытпаңыз.